Күн достар, бүгін біз кеспе көже жасайтын боламыз. Бізге керекті заттар ет, картоп, пияз и томат керек болады. Осы 4 заттан кеспе көже жасайтын боламыз. Майымызды құйып алып, етіміз қызарғанша қуырып аламыз. Жақсылап қуырылған еттің үстіне пиязымызды салатын боламыз. Пиязымызды жақсылап қуырып алып, картопымызды салып, оның үстіне тұзымызды, томатымызды салып, жақсылап араластыратын боламыз. Араластырып болған соң, қайнап тұрған суымызды құйып, осындай сорпа жасайтын боламыз. Мен дайындап қойған қамырымды жаятын боламын. Сіздер де жасап көрсеңіздер болады, өте дәмді болып шығады. Осылай майда етіп кесіп, дайын тұрған сорпамызға саламыз. Лайк басып, тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар.